Одан кейін содан теория келіп шығады. Оқушының алдына анық мақсат қояды. Топарда ісілеу көйлеппесін рауажландырады. Слайдынан сізге оны өзі шығарған, оны сені компьютерден мұғалім айтқан уақытта директор көргенде соны үйде өзі істеген. Сонда құрылған уақытта бойсау өткеру менің көз қарасымша бұл бір ойсызлық бар. Мен бізде топарымызда да екі түрлі жауап болды. Деген жақсы ма, яки белгілі бір талап текарында жасаған мақұл ма? Жалғыздық бұл ең үлкен азап. Ешқашан бұған ырза болмас Ереу дейді ғой, қаралық мақсат. Мен қандай мақсат болса да қозғалтып ойламаған болар едім. Қандай мақсат болса да. Отыр. Сөйтіп әкеле қойын. Қарама-қарсыны істеуіміз керек қой. Тұр. Малика әкел, Бипка әкел. Отыр. Жұлдыз кел. Отыр. Зейінлі сол айтылған затқа әмел ететін сол жетекшілер. Қошамет етіп қояйық. Ассалаумағалейкум, құрметті тамаша үйлер. Антон Павлович Чеховтың «Біреу гүрзіңі» атқарады технология топар ағзалары. Сахналастырушы режиссер Шахсания Маскарова. Банк қызметкері һәм юрист Зияпатта. Қане айтың, сізге қайсы бірі қорқынышлы? Өмірде жасау ма, яки өмірлік қамақ ба? Өлім жазасы. Егер өмірлік қамақта болса, адам жасайды, ойлайды. Сіз ақылай айтып отырсыз, адам жалғыздықта жасап болмайды. Меніңше өлім аңсарлау деп ойлаймын. Мен бұған қосылмаймын. Егер қалесеңіз, мен бұны сипатлап беруім мүмкін. Қалай сипатлайсыз? Мен 15 жыл қамақта жасаймын. Һәм сіз маған егер шыдам берсем, маған 2 миллион бересіз. Мейлі. Бұл біреуге сіз бәрібір шыдай алмайсыз. Мен разымын. Көреміз. Уақыт хақ. Бұны уақыт көрсетеді. Bu derslerde aforizmlerle bezedi. Bunun ideyası bana aytkanday materialдык байлыктан рухий байлыкты üstüne koyu. Екінші суретте Хушназ суреті, түрмеде жатталып суреті. Технология топар ағзалары бүгінгі Антон Павлович Чеховтың «Біреу гүрзіңі» типарында таярланған инфографикамызды назарыңызға ұсынамыз. Инфографика бұл мағлұматты анық һәм аз сөзбенен беру, есеп қалуды жеңілдестіру, уақияны диаграмма яки графикалар, белгілер, реңер һәм дизайнмен сәулелендіруден ібарат. Жаңа біздер алдыңғы тапсырмада да ұсынған ұқсас диаграмма істеп едік, соның үшін мына диаграммамызды өзгешелеу көріністе болды. Ең бірінші 1985 жылы айтылды, себебі 15 жыл алдым деп сол уақытта оқия сәулеленді. 85 жылы 14 ноябрь сағат 12. Одан кейін 25 жас юристтің жасы. Одан кейін біреу ойнайды 15 жылға. 2 миллион. Одан кейін дәслепкі бірінші жылы құқықтану пәндерін оқиды. Екінші жылға келіп музыка тыңлайды. Уақияның баслануы дедік, мына екеуінің бір Зияпатта айтысып қалуы. Айтысып қалуынан уақия басланады. Сол банкир мен юрист өмірлік қамақ жазасы абзал ма, яки өлім бе темасында бәсекелесіп қалады.